Барлықтарыңызға сәлем достар, қалдарыңыз қалайсыздар? Бүгін мен осындай bubblegum слаймы, яғни сладкий вата, конфет деген сияқты слаймның осындай түрін жасайтын боламыз. Видео қызық болса ары қарата қараймыз, ендеше бастаймыз. Және слайм өте керемет болып шығады, сіздерге қазір көрсетейін. Ал егер де осы слаймның рецептін білгілеріңіз келсе, ары қарата қараймыз, ендеше бастаймыз. Ең алдымен бізге бұл слаймды жасау үшін кез келген ыдыс бола береді. Мен осындай ыдыс алдым, яғни осындай бір кез келген ыдыс, осындай ыдыс алдым қақпағымен. Как раз енді осының үстіне біз ең алдымен клейімізді құйып аламыз. Өздеріңіз қанша көлемде жасағыларыңыз келеді, сонша құйсаңыздар болады. Енді келесі бізге кез келген крем, немесе гель для душа. Мен бірақ гель для душа қосқым келіп тұрған жоқ, сондықтан крем қоса салайын. Осынша қосамыз, чтобы жұмсақ болу үшін. Осынша жетеді. Және осының үстіне су қосамыз. Кәдімгі бұл менде су, кранның суы. Ішетін су немесе. Осынша қосамыз. Және де енді кезек бұл, яғни біз бұған қызыл бояғышты қосатын боламыз. Неке көріп тұрыңыздай суды бірден бояп жіберді. Сіздерге көрініп тұр деген ойдамын. Және де пена для бритьяны қосамыз. Ендеше қосайық. Осынша жетеді. Енді барлығын жақсылап тұрып араластыру керек. Ең соңында менде осындай зат шықты, өте воздушный. Енді осының үстіне кез келген бор қышқылы немесе кез келген активаторды қосасыздар. Осыдан кейін мен осы өзімнің ерітінімді қосатын боламын. Соңында менде осындай керемет слайм шықты. Көріп тұрғандарындай қытырлайды. Еще түсі өзінің осындай болу керек. Типа конфет, кәнди, bubblegum дейді. Бұны сладкая вата деп айта береді. Сондықтан да осылай өзі жалпы шығады. Және бұл менің ойымдағындай болып шықты. Және кез келген краситель қоссаңыздар болады. Гуаш қоссаңыздар болады. Пищевой краситель, яғни тағамдық бояғыштар қоссаңыздар болады. Осы рецепті жасап көріңіздер, өте керемет рецепт. Пена для бритья болмаса, онда оның орнына гель для душа, шампунь деген сияқты заттарды қоссаңыздар болады. Видео ұнаса міндетті түрде лайк басып каналыма тіркеліп кетіңіздер. Егер комментария бөлімі ашық болса, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.